Қалайсыздар, кітап құмарлар? Сіздер білесіздер ме? Европаның фольклор танушылары, этнографтары дәстүрлі ән, күй, музыканы жинаған кезде үлкен бір қателік жасаған екен осы. 19 ғасырдың басында енді бастаған кезде мынау романтизация деген кезең болады Европада. Сонда оқыған, тоқыған көзі қарақты ғалымдар айтады, ой, мәдениеттің бәрі, дүниенің бәрі ауылда екен. Сөйтіп ауылды романтизациялайды ғой, яғни ауылға бет бұрады. Біз мына классикалық музыкадан жалықтық, әсіресе мына Венгрия, шығыс Еуропа елдерінде, Польшада біз ауыл аймаққа барайық та, одан да ән күй терек, музыканы терек сол жақтан деп. Бірақ олар үлкен қателік жасаған екен. Олардың қателігі, олар барғанда жаңағы шалшауқан кемпірлерден тек қана әуеннің өзін ғана жазып алып кеткен ғой, әнді ғана жазып алып кеткен. Ал оларды сол әннің туу тарихы, контексті, кім айтқан, бірінші нұсқасы, кімге арналған деген контекст мүлде қызықтырмаған. Және бұл қателікті содан кейін 20 ғасырдың ортасына қарай этнографтар бірте-бірте түсінеді. Себебі ол жинақталған, архивта жатқан барлық ән күйді талдауға керек болады ғой. Бұл неге осындай әуен? Оның себебі не деген сұраққа жауап іздеген кезде контекст жоқ, білмейді ол қалай дүниеге келді, қандай оқиға бар оның артында, қандай мән мағына жатыр, білмейді. Сондықтан қазіргі таңда көбіне көп мәдени антропологтар, социальный антрополог деп айтамыз ғой, этнографтар, фольклор танушылар, этнологтар, қалай атасаңыздар, өз еріктеріңіз, халықтың мәдени мұрасын зерттеумен айналысатын адамдар, олардың бір элементіне ғана фокус жасамай, сол элементті түбегейлі контекстмен бірге қарастыру қажет. Бұл алтын қағидаға айналған. Енді менің айта кетейін деп отырған бүгінгі шығармам, ол Таласбек Әсемқұловтың «Тал түс» деп аталады, тәттім беттері. Мен бұл шығармадан негізі бір этнографтың да қолтаңбасын көремін. Себебі Таласбек Әсемқұлов өзі күйші ғой, және этнограф ғалым. Оның қолтаңбасы не деп ойлайсыз? Яғни сауатты этнографтың қолтаңбасы бұл жерде күйшілік өнер туралы айтқан кезде белгілі бір күй тартылған кезде кейіпкердің атынан ол күйдің барлық әңгімесі, шығу тарихы, авторы жан-жақты етіп берілген. Сол кезде ғана біз күйді нағыз құлағымызбен ғана емес, жүрегімізбен түйсіне білеміз. Сол үшін авторға үлкен алғыс айтуға болады. Себебі бұл бір монументалды шығарма. Бұл жерде көптеген күйлердің шығу тарихы берілген. Сонда біз білеміз, қазақ халқында дала заңымен өмір сүрген көшпелі халықта күй тартқан кезде ол жалғыз ғана әуен, музыка немесе 7 нота ғана емес, оның артында үлкен бір тарих тұрғаны, оның артында белгілі бір кейіпкерлер тұрғаны, тарихи кейіпкерлер тұрғаны біз білетін боламыз. Сонымен «Тал түс» деген шығармасы негізі 2 роман ғой. Мен тәттім беттерін бітірмедім, енді ол тарихи роман, «Тал түсін» бітірдім. «Тал түс» деген шығармада басты кейіпкер біздің Әжігерей деген бала, жас бала, ол барлық кезеңнен өтеді. Яғни жігіт шағына дейінгі оның ауылдағы өмірі, күйші атасы сабыттан жинаған, үйренген өнері жайында оның адам ретінде қалыптасу және күйші ретінде қалыптасу жолы көрсетілген. Өте қызықты, тілі майда, сондай. Менің мәтініне ғашық болған авторлардың бірі десе болады. Өйткені Таласбек Әсемқұлов қашанда мен үшін жеңіл оқылады. Өйткені айттым ғой, Орхан Памук деп айтқалы жатырмын. Оралхан Бөкей менің сүйікті жазушылардың бірі десек, екінші сүйікті жазушым осы Таласбек Әсемқұлов деп мен енді үлкен сенімділікпен айта аламын. Ауылдың тыныс тіршілігін суреттеу, сосын қарапайым адамдардың өміріне фокус жасау, соларды дәріптеу, әспеттеу, әсіресе қазақта өнер дарыған адамдарды ескіден, енді ескі уақытта бізде көне заманда консерватория болған жоқ, үлкен өнер ошақтары болған жоқ. Бұл күйшілік өнер мысалы қалай берілді? Әрине ол ұстаз шәкірт
қарым-қатынас арқылы және байланыс арқылы берілген екен. Бұл жерде міндетті түрде атадан балаға да мирас емес. Мысалы, әжігерейдің өзі атасы асырап алып, енді жиен баласын асырап алып, күй үйрету үшін қасына ертіп жүрді. Бірақ дегенмен де көптеген күйшілерге міндетті түрде өзінің балалары емес, ол басқа кісілерді де шәкірт ретінде баулып, күйшілік өнерге барып жеткізген екен. Бұл жердегі ерекше кейіпкер әжігерейдің өзі ғана емес, енді әжігерей бала ғой, оның атасы Сабыт мені қатты таңғалдырды. Яғни бұл жерде Оралханбекейдің Атаугередегі қандауыр кейіпкермен мен ұқсастықты көрдім. Сабыт деген кісі өте сондай рухы биік, айтқаннан қайтпайтын, сондай өжет мінезді қайсар бір шал екен. Өмірде көрмегені жоқ. Сонау енді ақтар мен қызылдардың арпалысып жатқан кезеңінде ол кісі ер жетіп отау құрған екен. Бір ұл бір қызы бар. Сөйтіп, бірақ бұл байдың баласы ретінде бұл қудаланады. Енді Шығыс Қазақстанда болған оқиға болғаннан кейін, әрине ол жерде Қытаймен шекара бар. Ол Қытай асып кетуге бел буады өзінің ауылымен. Сабыт мырза күйшіміз біздің, бірақ өкінішке орай ол жолда тұтқиыл шабуылға ұшырап, қызылдардың тарапынан бүкіл ауыл қынадай қырылады. Тек қана тірі қалған Сабыт және өзінің ұлы кішкентай ұлы Базаралы сөйтеді, бұлар Қытай тарапына өтіп кетеді. Сол жақта 3 жылдай бір алыс жамағайынның қойын бағып жүреді. Енді күндердің күнінде әйел өлген, кішкентай қызы болса нағашыларында Қазақстанда қалып қойған. Бұл Сабыт мырза ойланады, әй мен не істеп жүрмін осы, айдалада қаңғып мал бағып, малдың соңында балам болса мақау болып бара жатыр, мен бұны не істеймін? Мен одан да Қазақстанға қайтайын, ол жерде үкімет оқытар, мен өзімді алса ала берсін. Себебі болашақ оқыған адамдардың қолында, орыс үкіметінің қолында деген сондай бір стратегиялық шешімге келеді да, Қазақстанға қайттан алып келеді, Базаралыны детдомға өткізеді, өзін сол жерде қызыл жендеттер ұстауға кетеді. Сөйтіп 22 жылға жер аударылады. Ойлаңыздаршы, 22 жылға жер аударылады. Анау Сібірге, Иркутск деген жерге. Сөйтіп сол Сібірден аман есен келеді. Баласымен табысады Базаралымен. Базаралы сол жерде детдом жақсы жетілдіріп өсірген екен, әскери қызметке тұрғызады. Бірақ әкесін көргенде әрине бала еңкілдеп жылайды. Одан кейін қызымен табысады, Қалимамен, нағашыларының қолында өскен. Айтады, мен қызымды кішкентай күнде емшектен шығатын кезде ғана көрген едім, бір жасар шамасында. Бірақ мен қызымды бірден таныдым дейді. Өйткені менің әйелімнен аумай қалған екен, аузынан түсіп қалғанда екен дейді. Сөйтіп өзінің бір ұл бір қызымен табысады. Сол елде соғыс уақыты ғой, екінші дүниежүзілік соғыс, ұлы отан соғысы дейді. Соғыстан күйеуі қайтыс болған бір жесір әйелмен отау құрады Сабыт мырза. Жасы да келіп қалған, балалар өскен. Бірақ оның тек қана бір уайымы болады. Бір уайымы, ол менің бойымдағы күйшілік өнерімді кімге берсем екен? Мен шәкірт тәрбиелей алмадым. Кезінде өзім талай ұсталардан, домбырашылардан, күйшілерден сабақ алған едім. Бірақ енді бұл осы мұрамды, бойыма жиған өнерімді басқа біреуге мирас ретінде шәкірт тәрбиелей алмадым ау деген бір өкініш болады. Сөйтеді, ол өзінің қызы Қалиманың екінші немесе үшінші баласы әжігерей. Соны туғаннан кейін бауырына басып асырайды. Кемпір екеуі, алған екінші әйелі ғой, жесір әйелі екеуі. Сол баланы өсіріп, тәрбиелеп, қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, жетілдіріп, күй өнеріне баулайды. Талтүс деген роман негізі автобиографиялық роман болып саналады. Себебі ол жерде кейіпкерлердің аттары өзгергенмен, негізгі ол жердегі өмір ол Таласбек Әсемқұловтың өзінің басынан кешкендері, яғни күйшілік жолға келуі, атасынан сабақ алуы, ер жетуі, алғашқы махаббат, әскери қызмет, әскерге барып келу, әскери борышын өтеу деген сияқты кезең-кезеңмен кете береді. Сол автобиографиялық роман, Талтүс. Одан кейін мені ерекше таңғалдырғаны бұл ұстаз шәкірт қарым-қатынасы. Яғни ертеде күй немесе басқа да бір өнерді үйренген кезде ұстаздан бұл екеуінің қарым-қатынасы өте үлкен сыйластық
тақырыпқа құрылған. Және өнерді үйренгенде ешқашан шәкірттер асықпаған екен. Яғни шәкірт пен ұстаз үйретуге, шәкірт үйренуге асықпаған екен. Барлығы баппен істелген. Мен бұны бұрын Түркияда оқып жүрген кезде жаңа ебру курсына баратын. Ебру деген судың бетіне сурет салу деген өнер түрі. Сол кезде маған мен мұғалім айтатын, ешқашан асықпаңдар, бәрін баяу жасаңдар. Мына бояуды бір араластырасың, одан кейін кисточкаларды, бояйтын шөткелерді бір жуасың, бәрін асықпай. Бір өрнекті олар бір ай үйрену мүмкін деген сияқты. Біздің миымыз оған үйренбеген. Біз ана мектептің бағдарламасына, стандарттарға үйреніп қалған белгілі бір жоспар бар, сабақ бар, соны орындайсың. Тіпті мына музыка үйренгенде де әуелі нотаның әліппесі, одан кейін осынша күй, одан кейін мына күй деген сияқты кетеді. Ал бұл жердегі сабақ алу әдісі ол цикличный, бүйтіп айналып келе береді. Және баланың немесе шәкірттің деңгейіне қарап бағалай ұстаз. Белгілі бір күйлерді жасың жеткенде ғана орындайсың дейді. Сен әлі дайын емессің деген сияқты. Сондай бір өздерінің бөліп қойған, былайша айтқанда, олардың ойындағы бір программалар бар. Ол баланың саусағы созылды, салаланды, домбыраны жақсы ұстай алатын деңгейге жетті, ол кезде қиын күйлер үйретуге болады деген сияқты. Қағыстың түрі біз білмейтін, мен музыкант емеспін, бұл жерде бір музыканттар керек оқыса, тіпті барлығын танитын шығар. Сондықтан, өнер деген ешқашан асығыстықты қаламайды екен. Ол өнер баяу, баппен сіңірілу керек екен. Сонда сен оны толықтай бойыңа сіңіре алады екенсің. Мен соны ұқтым ұстаз-шәкірт қарым-қатынасынан. Одан кейін кез келген өнер адам, әнші болсын, күйші болсын, биші болсын, ол болдым, толдым деген әңгімені айтпау керек екен. Ол тіпті виртуоз күйшіге айналғанның өзіне. Оның да тіпті үйренері көп. Мысалы, соны жаңағы Сабыт деген ақсақалдың аузынан естиміз осы жерде Талтыш шығармасында. Ол баласына айтады, сен ешқашан, қағысың жақсы, көптеген күрделі күйлерді үйрендің, өзіңе тән почерк, қолтаңбаң бар, бірақ болдым, толдым деп ешқашан айтпа. Үнемі ізденіс үстінде бол дейді. Әйтпесе, өнерің сенен қашып кетеді дейді. Одан кейінгі екінші өсиеті ол өнеріңді саудаға сал, бірақ өнермен саудаласпа дейді. Енді бұл өсиетті қалай түсінуге болады? Ол өсиетті, яғни еңбегіңді сатуға болады, жасап шығарған домбыраңды сатуға болады, күйіңді сатуға болады, бірақ жүрегіңді таза ұста деген мағына ғой. Өнермен саудаласпа деген. Онда өнер сенің қолыңнан ұшып кетеді дейді. Осындай өсиет қалдырады, және ол өсиетті менің ойымша кітапта Әжігерей бала, ал шынайы өмірде автор Таласбек Әсемқұлов өте керемет орындап шықты деп ойлаймын, қысқа ғана ғұмырымда. Енді мен айтқым келетіні, осы кісінің жұбайы Зира Наурызбайға мен үлкен алғысымды білдіремін. Осы кісінің еңбегін, бір қағазын, бір әріпін, бір жол, бір параграфын шашау шығармай, барлығын басын жинап халыққа танытып жатқанына. Және екіншіден осы аз, өйткені бұл Таласбек Әсемқұлов жазушы ретінде аз танымал ғой, соны кішкене дәріптесек, немесе оқу бағдарламаларына кіріктірсек кейбір шығармаларды, ол нұр үстіне нұр болатын еді. Ал енді менің азын-аулақ айтқан ой пікірім сіздерге ұнап жатса, өтінемін, лайк батырмасын басыңыздар, немесе каналға тіркеліп кетіңіздер. Сау саламатта болыңыздар, құрметті кітапқұмарлар.